Сәлем достар, қалайсыздар? Ибрахим мен Айшаның каналына қош келдіңіздер. Бүгін Ибрахимге гипноз жасайтын боламыз. Бізде гипноз жасау видеосының екінші часті. Алдын біз Айшаға гипноз жасаған болатынбыз. Енді Ибрахимге гипноз жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Ал кеттік достар, гипнозды бастаймыз. Так. Фук! О, әні, Ибрахим гипнозды алып қалды. Енді Ибрахимге қандай тапсырма берсек болады, а? Ибрахим, сен давай мына жақтағы ойыншықтардың бәрін жинап таста, шашылып жатқан. Ән Ибрахим гипноз тастадық, ол біздің гипноз тастағанымызды білмейді. Қазір ойыншықтарды жинап жатыр. Гипноз дегенді үйреніп алдым ғой мен достар. Давай гипноздаймыз деп айтам да, қалаған жұмысын істетіп алам. Ән ойыншықтарды жинап жатыр енді. Әні достар, Ибрахим ойыншықтарды жинады. Ибрахим, давай орнына қой ойыншықты. Ал енді Ибрахимға келесі тапсырма, гипноз. Так, Ибрахим, давай, биле. Дыңдыр-дыңдыр-дыңдырдай. 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 Дыңгыр-дыңгыр-дыңгыр. Дыңгыр-дыңгыр-дыңгырдай. Лай-лай-ли-ла-ла. Лай-лай-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Гипноздың күші кетіп отқан сияқты жарайды. Айша? Тапсырма айтайсы тағы да. Үстінеға магазиннен гипноз әкет деп айтсы. Сен айтсай? Давай. Айша Ибрахимге тапсырма берем дейді кән. Айт. Үстінен магазиннен вкусняшка әкесі. Мама! Ән Ибрахим вкусняшкелерді әкелді. Кән Айшаға бер енді. Енді Ибрахимді гипноздан босатайын. Не әкелгендерін көрейге. Фук! Ибрахим қандай тәттілер әкепті? Суак, екі суак, Сок, мармелад, желе. суак, трубушка. Тоқта! Вау, тәттілерін әкепті. Енді тәттілерін жеп алыңдар, я? Сосын Ибрахимге тағы гипноз жасайтын боламыз. Қандай тапсырма береміз, ойланып алайық. Достар, сіз де үйреніп алсаңыздар болады. Гипноз деген күшті нәрсе екен. Кеше Айшаны гипноздап тастап айтқанымды жасатқан едім. Бүгін Ибрахимге жасап жатырмыз. Қызық болып жатыр ма? Ұнап жатыр ма саған? Арасында жоқ деп қояды, тапсырмаларды орындағысы келмей жатыр. Енді көреміз. Қандай екен мармелад? Пончик пе екен? Негізі Ибрахим екеуміз магазинге барып алып келгенімізді түсіре алмадым. Тез барып алып келейік деп челленджге Ибрахим екеуміз алып келдік, я жаңа, я? Жақсы ма екен мармелад? Ас болсын, Айша. Қандай екен мармелад? Күшті ма? Негізі жаңа Ибрахим екеуміз барып келдік магазинге, барып келгенімізді түсіре алмадық. Өйткені телефонды үйге тастап кеткен едім, я? Мен ойланып жатырмын, қандай тапсырма берсем екен енді деп. Достар, мен Ибрахимге гипноз жасап, қандай тапсырма беретінімді ойланып шешіп қойдым. Біздің Ибрахим қараңғыдан қатты қорқады. Дала уже қараңғы болып қалды. Қазір оны гипноз жасап, киіндіріп, далаға шығарып жіберем. Не болатынын бірге көрейік. Қараңыздар, айтқанымдай-ақ Ибрахим ойын ойнап жатыр. Қазір оны гипноздаймыз. Ал 1, 2, 3. Тадам. Фук!
Ал Ибрахим, басыңа капюшоныңды ки да далаға шық. Что чупа-чупс парикем? Давай шық далаға. Ол не істеп жатқанын білмейді. Қазір далаға шығарамыз оны. Ол далаға шығып баратыр Ибрахим. Даланы көріңіздер ма? Қараңғы. Әні Ибрахим далада тұр. Дала салқын екен, әжептәуір ше. Оны далаға шығарып тастағанымызды білмейді ол, гипнозда болғаннан кейін. Достар, Ибрахим не істеп жатыр? Зомби болып кетпесін қазір, ойла масқара. Даладан не істеп жүр ол? Қайттан терезенің алдына барып тұрады да. Не істеп жатыр мынау? Жаурап жатқан жоқ па екен? Дала суық, бірақ ше. Қой Ибрахимді мен үйге кіргізейін. Гипноздан босатып көрейін ба, не болады екен? Қой достар, мен Ибрахимді гипноздан босатайын. Фук! Ай, вот жалауатын қақты мен. Далаға шығып кетсің ғой сен? Өтір адамай, ойын көрдім. Ойын көріп атқан бедің? Давай, жаурадың ба андай кіреге. Дәнім. Ал достар, біздің осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Өзіңізге білмеймін, қызық болды, сіздерге қалай бағалап кетіңіздер. Ибрахим, саған ұнады ма? Видеомыз ұнаса лайк басып, комментария жазып, біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға пока!